Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қорының корпоративтік басқару сапасын жақсарту мен еншілес компанияларының директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру мәселесін шешу жолдарын талқылау мақсатында қор басшысы Тимур Құлыбаев ірі еншілес компаниялардың тәуелсіз директорларымен кездесу өткізді. Үкімет біздің ірі акционерлеріміз ретінде дағдарысқа дейінгі тәжірибеге қайта оралуға тапсырма берді. Біз корпоративті тәжірибені, ұлттық компанияларымыздағы корпоративті басқару жүйесін жақсартуды алға мақсат етіп қойдық. Тәуелсіз директорлар қордың еншілес компанияларында басқарудың ашық болуын және акционерлердің мүддесін қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Осыған орай олар талқылау барысында өз ойларымен бөлісті. Қазақстан темір жолы компаниясының тәуелсіз директоры Крис Уолтон, директорлар кеңесі мүшелері, компаниялар және Самұрық-қазына қоры арасындағы байланыс тиімділігіне басты мән беру керектігіне тоқталды. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Пол Мандука менеджментті шығынды азайту және даму стратегиясын жылдам іске асыруға ынталандыру үшін жоспарлау және бюджеттеу бойынша қатаң тәртіп орнату қажеттігін айтты. Қазақстан даму банкі акционерлік қоғамының тәуелсіз директоры Кайт Свинбергер қор компанияларындағы басшылардың сыйақы саясатына қатысты уәждеріне жаңаша көзқараспен қарайтын уақыт келді деді. Сондай-ақ кездесу барысында директорлар кеңесі құрамындағы комитеттердің қызметі туралы сөз қозғалды. Біз негізгі жұмысты қор бөлімшелерінен еншілес компаниялардың директорлар кеңесіне ауыстыру туралы талап қойдық. Ал ол жерде біздің директорларымыз Самұрық-қазынаның атынан жұмыс істеуге тиіс. Және еншілес компаниялардың директорлар кеңесі құрамындағы комитеттер жұмысын жандандыруды қолға алғымыз келеді. Дәл осындай жұмысты біз үкіметпен, яғни қордың акционерімен де жүргізудеміз. Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қорының басшысы Тимур Құлыбаев кездесу барысында директорлар кеңесі мен ірі еншілес компаниялардың басқарма қызметіне тәуелсіз бағалау жүргізуді ұсынды. Ол сондай-ақ инновациялық саясат секілді маңызды сұрақтарға қатысты тәуелсіз директорлардың рөлін атап көрсетті. Қор өз жұмысының барысында инновация енгізуді бірінші орынға қоюда. Біз тәуелсіз директорлардың инновация енгізудегі өз тәжірибелерімен бөлісіп, оларды іске асыруға басты назар аударуларын қалаймыз.